Сәлеметсіздер ме оқушылар? Комбинаториканың негізгі ұғымдары мен ережелері, қосынды ережесі және көбейтінді ережесі. Бірінші есеп. Сыныптың 10 оқушысы музыка мектебіне барады. 17 оқушысы спорт үйірмесіне барады. 2 оқушы музыка мектебіне де, спорт үйірмесіне де барады. Сыныпта қанша оқушы бар? Біз бұл жерде есептің мақсатында бір сыныпта қанша оқушы баратындығын анықтауымыз керек. Ол үшін есептің шешуін деп былай жазамыз. Музыка мектебіне баратын оқушылар жиынын ен А10 деп жазамыз. В жиынын спорт үйірмесіне қатысатын оқушылар жиыны болсын. Онда ен-В тең 17. Мынау ен-В тең 17 дегеніміз спорт үйірмесіне қатысатын оқушылар жиыны деген мағынаны білдіреді. Енді бізде А және В жиынының, А және мынау төменгі қарап тұрған қиылысуы, біз бұны бұрыннан білеміз. А және В жиынының қиылысуы бұл музыка мектебіне де, спорт үйірмесіне де баратын оқушылар саны болсын. Онда біз жазамыз ен А және В жиынының қиылысуы 2 деп жазамыз. Себебі есептің берілгенінде айтып тұр. 2 оқушы музыка үйірмесіне де, спорт үйірмесіне, 2 мектепке де барады деп. Сондықтан 2 жиынның қиылысуын ен дегеніміз жиын, А және В жиынның қиылысуы 2. 2 оқушы спорт мектебіне де, музыка мектебіне де барып тұр. Сондықтан жазылуында осылай жазамыз. Енді біз сондықтан ен А және В жиынының бірігуі, мына жоғары қарай тұрған белгі бірігуі тең ен А мен ен В-ның қосындысынан ен А жиыны мен В жиынының қиылысуын алып тастаймыз. Сонда 10-ға 17-ні қосамыз, барлық оқушы 27. 27-ден 2 оқушыны алып тастаймыз. Себебі 2 оқушы 2 музыка мектебіне де, спорт мектебіне де барып тұр. Сонда сыныпта 25 оқушы бар. Ана жерде енді өте қарапайым тәсілмен де оны қарастыруға болады. 10 оқушының ішінде Самат пен Арайда тұр. 10 келесі 19 оқушының ішінде, 17 оқушының ішінде, мысалы, мына жерде 17 тұр ғой, 10-нан басталды. 17-дің ішінде Самат пен Арайда тұр. Екеуі екі жағында да тұр. Енді мында жиын, бірінші біз жиын бойынша көрсеттік, екінші оқушылардың фамилиялары мен аттары бойынша көрсеттік. Енді мына Вен диаграммасы бойынша да көрсетуге болады, балалар. Бізде 17 оқушы, мына 17 оқушы спорт үйірмесіне баратын 17 оқушыны шеңбермен көрсетіп қойдық. Мына математика үйірмесіне баратын 10 оқушыны шеңбермен көрсетіп қойдық. Шеңбердің жоғары жағында ем дегеніміз математика үйірмесіне баратын оқушылар. Енді 2 шеңбердің қиылысуындағы 2 деп тұрған бұл спорт үйірмесіне де қатысатын, математика үйірмесіне де қатысатын балалар. Енді 8-ге 2-ні қоссақ 10 шығып тұр, 2-ге 15-ті қоссақ 17 шығып тұр. Осылай Вен диаграммасы арқылы да есепті шешуін оңай көрсетуге болады. Сонда Вен диаграммасы арқылы шығарғанда қиылысуына, 2 шеңбердің қиылысуына 2 үйірмеге баратын оқушыны қоссақ, онда жылдам шығарамыз. Вен диаграмманың сыртына 17 барлық спорт үйірмесіне қатысатын оқушының санын жазамыз. Математика үйірмесіне қатысатын диаграмманың сыртына, яғни шеңбердің сыртына математикаға 10 деп жазып қоямыз. Ішіне қиылысуына 2 жазамыз. 17-ден 2-ні аламыз, 15 деп жазамыз. 10-нан 2-ні аламыз, 8 деп жазамыз. 8-ге 2-ні қоссақ 10 шығып тұр. Бірінші есеп осылай. Екінші есепте математика пәнінен болған олимпиадаға 13 оқушы, физика пәнінен болған олимпиадаға 12 оқушы, химия пәнінен 10 оқушы, математика мен химия пәндерінен 5 оқушы, физика және химия пәндерінен 3 оқушы, математика және физика пәндерінен 2, математика, физика және химия пәндерінен 1 оқушы қатысты. Олимпиадаға қанша оқушы қатысқан дейді.
Математикаға пәнінен болған олимпиадаға НА жиыны 13 деп жазуға болады. Физика пәнінен НВ 12 деп жазуға болады. Жаңағы алғашқы есеп сияқты. Химия пәнінен болғанда С жиыны 10 деп, математика және химия пәндерінен дейді. Математика, химия пәндерінен. Математиканың біз оң басында ена деп алдық. Сол жиындар арқылы жазатын болсақ, алғашқы есеп сияқты жазуға болады. Бұл жерде бірден шешуін жазып кеттік. Өйткені математика пәнінен олимпиадаға 13 оқушы қатысты. Физика пәнінен олимпиадаға 12 оқушы қатысты. Химия пәнінен 10 оқушы қатысты. Әрбір жеке-жеке қатысты. Енді математика және химия пәндерінен 5 оқушы, минус 5 дейміз. Физика және химия пәндерінен 3 оқушы қатысты. Математика және физика пәнінен 2 оқушы қатысты. Ал мұнда 1 оқушы математика, физика және химия 3 пәнге де қатысты. Сондықтан осы 1 оқушыны алып тастаймыз. Сонда есептің шартында 26 шығады. Бізде есептің мақсаты олимпиадаға қанша оқушы қатысқанын табуымыз керек еді. Олимпиадаға 26 оқушы қатысқан. Егер бір сатушыда 4 қаз, екінші сатушыда 6 қаз болса, онда бір қазды қанша тәсілмен сатып алуға болады? Жауабы 10 шығу керек. Бұл есепті шығарғанда біз қосынды ережесі бойынша шығарамыз. Қосынды ережесі бойынша шығаратын себебіміз, бір сатушыда 4 қаз, екінші сатушыда 6 қаз деп тұр. Егер бізге қаздардың ортасында 4 және 6 қаз және деген сөз болатын болса, онда біз осы қаздарды сәйкестендіріп, бірінші сатушыдан бір қаздан, екінші сатушыдан бір қаздан алу керек деген мағына болушы еді. Егер есепте және деген сөз кездесетін болса, біз көбейтінді ережесі бойынша шығарушы едік. Бұл жерде бір сатушыдан 4 қаз, екінші сатушыдан 6 қаз болса, онда бір қазды қанша тәсілмен сатып алуға болады еді? Бір қазды. Сондықтан біз қосынды ережесін пайдаланамыз. Қосынды ережесі: егер X және Y жиындарының ортақ элементі болмаса, және X жиынында A элемент, Y жиынында V элемент болса, онда X және Y жиындарының бірігуі A плюс V элементтерінен тұрады. Бұл ережесі. Ескерту: егер есепте 1 деп тұрса, мысалы 1 қазды деп тұр, онда қосу тәсілін қолданамыз. Егер бірінші сатушыдан 1 қаз, екіншісінен 1 қаздан ал десе, көбейтінді ережесін қолданар едік. 6 көбейту 24 деп. Біз есепте қосынды ережесін қолданамыз, сонда 4-ке 6-ны қосамыз. Бұл есеп оңай болғандықтан мен бірден жауабын жазып кеттім. Мұнда 10 деген жауап, 4-ке 6-ны қосамыз. Бұл жерде есепте барлығы толық түсіндіріліп тұр. Бірінші сатушыдан 1 қаз, екіншісінен 1 қаздан ал деп тұрған жоқ. Сондықтан біз 6-ға 4-ті қосамыз қосынды ережесі бойынша. Мұнда көбейтінді ережесінің егер есепте бірінші сатушыдан 1 қаз, екіншісінен 1 қаз деп алса, көбейтінді ережесін қолданамыз, оны 24 тәсілмен алуға болар еді. Бұл есепте қосынды ережесін қолданыңдар деп тұр. Дәл осында есеп көбейтінді ережесіне келетін болса, осы есептімен қосынды өз есептің берілгенінде қосынды ережесіне берілген. Мен көбейтінді ережесіне де келтіріп көрсетіп қойдым, түсінікті болсын деп. Қосу ережесі мен көбейтінді ережесін ажыраталсын деп. Келесі есепте, егер санның жазылуындағы цифрлар қайталанбайтын болса, онда 5, 6, 7 цифрларын қолданып, қанша 3 таңбалы сан жазуға болады? Шешуі: ізделінді санның бірінші цифрын 3 тәсілмен таңдауға болады. Ол 5, немесе 6, немесе 7 саны болуы мүмкін. Екінші санын 2 тәсілмен таңдауға болады. Себебі санның жазылуындағы цифрлар қайталанбайды. Егер бірінші цифры 5 болса, екінші цифры не 6, не 7 болады. Ізделінді санның үшінші цифрын 1 тәсілмен таңдауға болады. Сондықтан көбейтінді ережесі бойынша 3 таңбалы сан 3 көбейту 2 көбейту 1 тең 6 болады. Сонда бізде 6, 5, 7 сандарынан 7 сандарынан мынандай сандар жазуымызға болады. 576,
567, 675, 657, 756, 765. Бұл есепті біз түсінікті болды деп ойлаймын. 5, 6, 7 сандарынан қайталанбайтын сандар құрастырдық. Егер санның жазылуындағы цифрлар қайталанбайтын болса, онда 5, 6, 7 цифрларын қолданып қанша үш таңбалы сан жазуға болады? Жауабы 6 үш таңбалы сан жазуға болады. Мұнда ережесі де тұр, қалай шығарылуы да тұр, және қандай сандар шығатынында тұр. Жауабы 6 сан шығады, ол шыққан 6 сандар мынау.